Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Мен Талғат Бегелдинов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Карибаева Сәуле Қанатқызы, педагог сарапшы, еңбек өтілім 24 жыл. Бүгінгі менің ұсынып отырған сабағым бірінші сыныптағы әліппе сабағы, тақырыбы К дыбысы және әрпі. Сәлеметсіздер балалар, бүгінгі біздің сабағымыз балалар әліппе. Бүгін балалар біз К дыбысы және әрпі деген тақырыпты өтеміз. Сабақ өтпес бұрын балалар, кәнекей бәріміз ортаға шығайық. Біздер тарту баламыз, өсіп алға барамыз. Әріптермен танысып, біз білімді боламыз. Балалар, біз өткен сабақта қандай әріп өттік? И әріп өттік. Тамаша, е? Ал И дыбысы балалар қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс екен. Дұрыс айтамыз. И дыбысы сөздің қай жерлерінде кездеседі балалар? Ортасында және басында кездеседі. Бірақ сөзде кездеседі. Қандай сөзде кездеседі? Йод деген сөзде кездеседі. Балалар, есіңізге түсірейік. Кәнекей өткенді қайталау үшін балалар біз сөздерді оқып шығайық. Кәнекей бірінші сөзді балалар кім оқиды маған? Және кім оқиды? Май, тамаша. Айсана? Шай, дұрыс. Ұлпан? Бой, дұрыс. Али, кәнекей? Оқи ғой. Той, дұрыс. Айзере? Сай, дұрыс. Дариға? Сай? Ман? Тамаша. Кәні мына сөзді кім оқиды? Ал оқи ғой Айзере. Алақай. Дұрыс айтамыз. Кәнекей Жәнетте? Қалақай. Тамаша балалар, я? И дыбысын біз есімізге түсірдік. И дыбысы бізде дауыссыз екен, я? Сөздің ортасында, көбіне және аяғында кездеседі екен. Менің қазір біз есімізге өткен әріптердің бәрін түсіру үшін қол шатыр ойынын ойнаймыз. Бұл қол шатырды біз қай кезде ұстаймыз балалар? Жаңбыр жауғанда, я? Міне балалар, бізге қол шатырдан тамшылар тамып тұр. Сол тамшылардан әріптер тұр. Қазір мен айландырамын, осы қол шатырды кімге қандай әріп түседі, сол әріп туралы не білетінімізді айтамыз және сөздер айтамыз. Ал Жәнетке бастайық. Қандай әріп түсті саған? О дыбысы қандай дыбыс? Дауысты. Қандай дауысты балам? Жуан дауыс. Қандай сөздер бар кәнекей айта қойшы? Ұшақ, тамаша. Ұлпан қандай әріп түсті саған? Қ. Кәнекей Қ дыбысы қандай? Дауыссыз. Тамаша. Қандай сөз білеміз Қ дыбысынан басталады? Қарбыз, дұрыс, тамаша. Қарбыз деген сөзді буынға бөле қойшы. Екі буын. Тамаша. Айсана саған қандай сөз түсті? Ой, қандай әріп түсті? Р. Қандай дыбыс ол? Дауыссыз. Дұрыс, қандай сөз бар? Ара. Сөздің басында тұр ма, ортасында тұр ма? Ортасында. Тамаша. Айзере қандай әріп түсті? Қ. Т. Ал айта ғой. Қандай дыбыс? Дауыссыз. Дыбыс қандай сөздер бар екен? Ата. Сөздің қаяғында тұр? Ортасында тұр. Дұрыс айтамыз. Дариға? О. Қандай дыбыс ол? Дауысты. Қандай дауысты дыбыс? Жуан. Тамаша. Қандай сөздер бар? От. Дұрыс айтамыз. Сөздің қай жағында тұр о дыбысы? Басында. Тамаша. Алиға қандай әріп түсті? Н. Кәнекей қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Тамаша. Қандай сөз бар? Нан. Сөздің қай жағында нан деген? Сөздің қай жағында бар нан деген сөзде? Н. Және аяғында бар? Аяғында. Тамаша. Әріптерді қайталады. Балалар, бүгінгі сабақта мен сендерді өзіміздің теңгеміз ұлттық валютамен
бағалаймын, иә? Бұл бізде қанша теңге балалар? 1000 теңге, дұрыс айтамыз. Біздің ұлттық валюта күніміз қай күн? 15 қараша, дұрыс айтамыз. Балалар, жаңа қол шатыр ойынынан сендер әріптерді дұрыс айтып, сол әріптерге сөздер айтқан үшін мен бәрімді осы 1000 теңгемен бағалағым келіп тұр, иә? Тамаша. Әріпін өтеміз деді. К дыбысы балалар бізде дауыссыз дыбыс екен. Міне, К дыбысы балалар көк үйде тұрады. Көк үйде бізде қандай дыбыстар тұрады? Дауыссыз дыбыстар, иә? Міне, К дыбысын мен дауыссыз дыбыстардың үйіне орналастырдым. Енді балалар қарайықшы балалар. Біз мына суретте не көріп тұрмыз? Кеме, иә? Кеме деген сөз қандай неде басталып, қандай әріптен басталып тұр балалар? К, иә? Кеме қайда жүзеді балалар? Суда жүзеді екен, тамаша. Балалар, мынау бізде ненің суреті? Кеме, иә? Кәнекей, кеме деген сөзді балалар буынға бөлейікші. Екі буын, тамаша, екі буын екен, иә? Кеме қайда жүреді балалар? Суда. Бұл бізде су көлігі, иә, кеме. Біз кемемен қайда барамыз? Саяхатқа шығамыз, иә? Саяхатқа шығамыз. Өзімізге керекті жерге біз пойызбен, ұшақпен және не істесек кемемен жетсек болады екен. Тамаша балалар. Ал мынау не балалар? Кәні, иттің баласы. Күшік, иә? Күшік қандай әріптен бастап тұр? Кешен. Кешен. Бірге қайталаймыз. Кемен. Кесек. Керек. Кезек. Есек. Ескек. Тамаша. Балалар, мынау бізде мәтін. Мәтін бізде сөйлемнен құралған. Бұл бізге кеме туралы беріліп тұр. Кеме. Анау. Бірге қайталаймыз. Анау. Кеме. Ол суда тұр. Кеме үлкен. Айдын кемемен қыдыруды армандайды. Оны алыс аралдар қызықтырады. Тамаша. Ал енді қазір жеке-жеке оқып шығайық. Кәнекей, және де оқиық ойна сөзді. Тамаша. Али оқиды. Тамаша. Дұрыс. Кәнекей, ұлпан оқиық ойна сөзді. Тамаша. Айсана оқи ғой. Өте жақсы. Тамаша. Кәнекей. Айтере оқи ғой. Дариға. Мынау. Ескек. Тамаша. Өте жақсы балалар. Ал балалар, бәріміз оқып бітті. Енді дәптерімізді ашамыз давай. Дәптерімізді К әріпін жазамыз. Ол үшін ең бірінші бәріміз тақтаға маған қараймыз. Ең бірінші біз үлкен әріпті К-ні жазамыз. 1, 2, 3. Көрдік па балалар? Енді балалар кіші әріпті жазу үшін біз не істейміз? Жолдан шықпаймыз, иә? Мінекей 1, 2, 3. Қараймыз 1, 2, 3. Кіші әріпі 1, 2. Енді балалар, кәнекей қолымызға қаламды алайық та, осы К әріпін ауаға жазып көрейік. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
сөзді түзу ұстап, К әріпін жазайық. Жазамыз балалар. Ал балалар ендеше біз жазу жазып, оқып шаршады. Бір сергіп алайық. Кәдімгі орнымыздан тұрайық. Сергіту сәлін жасайық. Балалар, осы әркін есімізге сақтау үшін біз тағы да бір сергіту сәтін жасап жіберейік. Біз тіл тұсату жаттығуын қайталайық. Ка, бала кетті сабаққа. Ке, жатты сәби бесікке. Кәліміз бірге қайталаймыз. Ка, бала кетті сабаққа. Ке, жатты сәби бесікке. Тағы бір қайталап жіберейік. Ка, бала кетті сабаққа. Ке, жатты сәби бесікке. Тамаша. Қазір тез топқа бөлініп жіберейік. Топқа бөлініп жіберейік. Айсана, сен мына топқа келе ғой. Қыздардың жанына келе ғой. Қазір балалар, мен сендерге сүйрет берем. Сендер осы пазлдан сүйрет құрап, сол шыққан сүйрет туралы, келе ғой сендерге. Тұра ғой. Жандарына тұра ғой, Айсана. Шыққан сүйрет туралы әңгімелеп беруіміз керек екен. Сендер қандай сурет жинадыңдар? Пазлда? Мектептің суретін жинадыңдар. Мектеп бізге не үшін қажет екен, балалар? Білімді болу үшін дұрыс айтамыз. Мектеп 2 қабатты, 3 қабатты ғой балалар. 3 қабатты мектеп екен, ал біздің мектеп қанша қабатты? 3 қабатты. Тамаша. Біз мектепте не істейміз? Не үшін келеміз мектепке? Біздің мектепте не бар? Білім алу үшін. Бізге кім білім береді? Мұғалімдер. Біздің мектепте мұғалімдер бар ма екен? Біздің мектепте көп мұғалім бар екен. Қандай сабақтар өтеді екенбіз біз мектепте? Тамаша, мектеп бізге білім алу үшін керек екен. Тамаша, сендердің жұмыстарың үшін балалар сендерге тағы да теңге береді екен. Отыра қойыңдар. Тамаша. Ал екінші топ келе қойыңдар. Сендерге қандай сурет түсіпті? Әліппе. Бұл әліппе не балалар? Кітап. Дұрыс айтамыз. Кітап деген сөз қандай әріптен басталып тұр? К әріпімен. Тамаша. Кәдімгі бізге не үшін керек екен кітап? Оқу үшін керек екен, дұрыс. Әліппе бізге не үйретеді екен? Әріп үйретеді екен. Тағы да? Оқуды үйретеді. Білім аламыз біз кітаптан, әліппе әріптерді танып оқу үшін қажет екен. Тамаша балалар. Сендерді де кәдімгі теңгемен бағалап кетейік.
екінші топ та тамаша жауап берді. Рахмет, отырыңдар. Кәнекей балалар, бүгін енді ары қарай сабағымызды жалғастыра келе жұптық жұмыс орындайық. Жұптық жұмыс дегеніміз балалар екі-екіден тапсырма, иә. Сендер мына сурет, мен сендерге балалар сурет беремін. Сол суреттегі сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз, иә. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды анықтаймыз, иә. Тамаша. Ал балалар тамаша, иә, жұптық жұмысты дұрыс орындадық. Али мен Жанетке дұрыс орындапты. Кәнекей, Айсана мен дұрыс орындады екі жұбымыз, иә. Айзеде мен Дариға да дұрыс орындады. Балалар, қазір жеке жұмыс жасаймыз, иә. Мен сендерге жеке парақтағы тапсырмалар беремін. Сендер бұл жерде К әріпін жазып шығасыңдар, балалар, және мына сөздерді оқисыңдар. Және мына жерде балалар суреттерді, К әрпінен басталатын суреттерді ғана бояйсыңдар. Бұндаймыз. Жеке тапсырманы өте тамаша орындадық. Қазір мен Алиді бағаладым, Жанеткені бағалаймын, Ұлпанды, Айсананы, Айзелені және Дариғаны жақсы бағамен бағаладым. Ал балалар, бәріміз бүгін жақсы бағалау алды, сабақты. Ал балалар енді сабақты қорытындылау үшін біз бас бармақ әдісімен қорытындылайық. Бүгінгі сабақ ұнады ма балалар? Ұнады, тамаша болды, иә? Сонымен К әріпі, К дыбысы балалар қандай дыбыс екен? Дауыссыз дыбыс екен. К дыбысынан қандай сөздер бар екен? Көбелек, дұрыс айтамыз. Кәне, Айзере айта қойшы. Кәне, кеме дұрыс, тағы да. Қандай сөздер бар? К дыбысынан қандай сөздер бар? Балалар? Көзілдіріп, дұрыс айтамыз. Есеп деген сөздің соңында бар екен. Тамаша, иә балалар? Үйде балалар К әрпіндегі сөзді оқып келеміз, иә? Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа сендерге көп рахмет. Бұл сабақтың нәтижесінде оқушылар К дыбысының дауыссыз екенін ажыратады, сөздің басында, ортасында, соңында келетін К дыбысын табады, К дыбысы бар сөздерді оқи алады және ажыратады, жұптық және топтық жұмыс кезінде пікірді дұрыс жеткізе алады, оқушылар әдемі жазуға, тыңдауға, бір-біріне құрметпен қарауға үйренеді.